Бәріне сәлем, пайдалы кеңес арнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызға бананның 22 пайдасын ұсынамын. Бірінші, банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофанның қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір ғана банан жеп, көңіл-күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Екінші, банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Үшінші, сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Төртінші, ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Бесінші, іш қату. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. 6. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. 7. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. 8. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. 9. Көп жүру физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамында калий бұлшық етке оң әсер көрсетеді. 10. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. 11. Энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. 12. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамында пектин, хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттардың шығарып астың жақсы қорытылуына алып келеді. 13. Әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайлырақ өтуін көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл-күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. 14. Анемия. Қан аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. 15. Жүрек ауруы. Банан құрамындағы көп калий қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт пен инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. 16. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. 17. Бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. 18. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. 19. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. 20. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезде аса пайдалы. 21. Шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темексіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. 22. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшердегі калий адамда жаңа ақпарат алып, танып білім жағынан қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Арнамызға тіркеліп, пайдалы кеңестерден құр қалмаңыздар.